сәлеметсіздер ме балалар? Сәлеметсіз бе? Жақсы. Ал енді біз бүгін қамшының қалай өрілетінін үйренеміз, иә? Қамшының білесіздер ме не екен? Иә. Не ол екен? Атқа отырғанда қолданамыз. Молодец. Ал енді қараңыздар. Қамшы өзі бізде қазақ халқының ата мұрасы болып табылады. Қамшыны жылқышылар мен және батырлардың өте сенімді серігі болған. Бұл жерде қамшыны бізде не істейді? Былғарыдан жасайды екен. Және оны біздің өрімі өте ерекше болады. Ал енді біз бүгін қамшының қалай өрілетінін үйренейік. Мысалы, бірінші біз жіпті, ортаңғы жіпті дүз ұстаймыз да, сол жақтан, оң жақтан сол жаққа өреміз, жіпті саламыз ортасына, оң жақтан сол жаққа қарай өрімін салып отырамыз. Өйстіп бізде қамшының өрімі пайда болады. Қамшының енді біз қамшының енді өзіміз үйреніп көрейік. Негізі қамшы дегеніміз бізде қазақ салтының өте ерекше бір дәстүр болып келеді. Ал енді балалар, енді өзіміз өріп көрейік, жіптен, иә? Ал енді балалар, қамшыны өріп үйрендік, иә? Бұл қамшы өру, бұл батырлықтың және ерліктің символы болып табылады. Бізде Наурыз орайы болғаннан кейін қамшы өруді үйрендік. Бұл біздің салт дәстүрдің бірі. Наурыз құтты болсын! Өрмен өрілген өнер жобасына қош келдіңіздер. Қазақ халқының қай салт дәстүрін алып қарасақ та, адам бойына сапалы құндылық қалыптастыруға, саналы білім беруге негізделгені анық. Қазіргі заманда ең өзекті мәселе болып табылатын ол балаларымыздың сақ қол моторикасын дамыту. Сақ қол моторикасы жетілмеген балалардың өз-өзіне қызмет көрсету іс-әрекеттерін епсіз орындайды. Сол жағдайды болдырмасы үшін біз өрмен өрілген өнер жобасын қолға алдық. Өрім өру барысында балаларымыз түрлі түсті жіптер болатынын ұғынады, алгоритмді сақтауды үйренеді, көп аз ұғымға ие болады, ұзын қысқа түсінікке ие болады және ой өрістері кеңейеді. Ал енді өзіміздің жұмысымызды көрсетейік. Іңкәр, неше өрім өріп жатырсың? Үшеу, тамаша. Ал Айлин, ал сен көрсете ғой, неше өрімді өріп жатырсың? Бесеу, кәне санап көрейікші, санай ғой. 1, 2, 3, 4, 5. Жарайсың. Ал Айша, сен неше өрімді өріп жатырсың? Бесеу, тамаша. Келесі, Аруна, Жансая, сен неше өрім өріп жатсың? 7 өрім. 7, тамаша. Тамаша, жарайсың. Ал Аделя, сен неше өрім өріп жатсың? 5. Ал түстерін айтып шыға қойшы, қандай түстер? Күлгін, сары, көк. Және? Ал қандай түс? Жасыл екен, е? Тамаша, жарайсыңдар балалар. Балалар,
ұлттық дәстүрлерімізді еске түсіріп, ата-бабамыздан келе жатқан өнерлерімізді үйренуді жалғастырамыз. Ол үшін мен сендерге жұмбақ жасырамын. Жұмбақтың жауабы сендердің тапсырмаларың болады. Ұзын өрімі көп, қыздар сәнін келтіреді. Ол не, балалар? Бұрын. Дұрыс айтасыңдар, балалар, бұрын. Біз бүгін ойын арқылы бұрым өруді үйренеміз. Сендерге оңай болады деп ойлаймын. Өйткені біз арнайы арналған өрім бұрышында аналарымызбен бірге бұл дәстүрді жалғастырып жүрміз. Я, балалар? Қазақ халқы ежелден қыз балалардың шашын өріп, сәнді таспалар тағатын. Қыз көркі ұзын шаш деп бекер айтылмаған. Неліктен біз шашымызды өреміз, балалар, айтыңдаршы? Шашымыз жалбырамау үшін, әдемі болу үшін. Дұрыс. Шашымыз жалбырамау үшін, әдемі болу үшін, ұқыпты болу үшін, және біз салт дәстүрімізді сақтауымыз керек, балалар. Тамаша, жарайсыңдар. Енді, балалар, мен сендерге шаш өрудің ойын арқылы үйретемін. Қазақ халқы ежелден қыз балалардың шашын өріп, оған сәнді таспалар тағатын. Ал, балалар, айтыңдаршы, неліктен біз шашымызды өреміз? Шашымыз жалбырамау үшін, әдемі болу үшін. Тамаша. Әдемі шаш? Әдемі шаш қызға сән береді. Дұрыс. Және де біз өзіміздің дәстүрімізді сақтау үшін, балалар? Жарайсыңдар. Енді, балалар, сендерге бұрым өруді үйретемін. Шашымызды ал енді, балалар, қараңдар. Шашымызды әдемілеп тарап аламыз. Екіге бөліп аламыз. Оң жақ бөліктегі шашымызды ұстап, оны үшке бөліп аламыз. Үшке бөліп, ортаға қарай екі жаққа айқастырып өріп шығамыз. Соңында шашбауды байлап аламыз. Шашбауды байлап тағамыз. Қарап отыр, балалар, жасаймыз. Бүгінгі салт дәстүрді естеріне сақтап жүрсін деп, қыздарымыз мақал, мәтел айтып бермек. Шашын өрімді, сөзім көрімді. Өрінген шаш қыздың сәні. Жібектей шашын өрінсін, ақылың тасып төгілсін. Өрімдей жас елдің ертеңі. Тамаша, жарайсыңдар, балалар, Біз бұрым өруді үйрендік, енді үйге барып, аналардың, әжелердің шаштарын өріп бересіңдер. Тамаша, жарайсыңдар. Наурыз келді еліме, наурыз келді жеріме, байлық бақыт тілеймін бүкіл қаздар еліне. Наурыз құтты болсын!